Көз қырыңды сала жүр. Марқұм ағам айтбайдың аруағына арнадым. Бисмиллахиррахманиррахим. Аузубиллахи минашшайтаниррajим. Күл хуаллаху ахад аллаху самад. Жексенбі. Сыртта боран қасқыр шалып тұр. Дөңайбат мінезімен есік таш дегендей оқтын терезені сабалайды. Мен жып-жылы үйде жападан жалғыз Құран сүресін жаттап отырмын. Бұл менің Құдай жолына түскен діндарлығым емес, ермегім деуге де болмайды. Оған менің мүлдем уақытым жоқ. Шаруам бастан асып жатыр. Бірақ бұл оның бәрінен ең қастерлі, ең шұғыл іс. Бұл менің жүрегіме керек. Борышым, парызым, тағзым, мінәжатым. Тіпті ғұмыр бойы өтелмейтін қарызым да. Сүттей ұйыған тып-тыныш көлдің бетін бұйқыт кеп жел шайқағандай, әлсін көңілім бұзылып, жанарым дымқылдана береді. Неше күн болды өткенде мұсылманшылығы бар араб тілін жақсы білетін бір жолдас жігіт жазып берген жарты бет аятты жадыма сақтай алмай әуремін. Зейіні жоқ шәкірт секілдімін. Әлі бір рет аяғына дейін түп-түгел айтып шыққан емеспін. Мәселе оның түсініксіздігінде, ауырлығында емес. Неге екені белгісіз сайраған тілімді маздаған ойым тізгіннен тартып мүдірте береді. Қайдағы жайдағы жайттар мазалайды, аяулы мезеттер есіме түседі. Содан Құранның сырлы сұлу сөзінен, күңіреніске толы бақилық қобыз сарынан айырылып қаламын. Қайта жаңылысамын, жығылып сосын үсті басын қаққылап орнынан тұрған адамдай әліпбиінен қирағаттап қайта бастаймын. Бәрібір миыма қонбайды. Әншейінде тіл түгілі компьютер қабылдай алмайтын небір нәрселерді шым-шытыр кесте цифралармен еш ойланбастан зердеме тоқып алушы едім. Ал енді батпаққа малтыққан кісі деймін. Бірақ пейілім дұрыс, ынта ықыласым бар. Өзімді қалайда жаттап алуым керек деп қайраймын, намысқа тырысамын. Жаттасаң да жатта, жаттамасаң да жатта деп ешкім мені зорлап отырған жоқ. Бәрі өз еркіммен, өз тілегіммен, өз құлқыммен. Жақында күн жылынғасын бір шаруаның ығытымен ел жаққа барып қайтсам ба деген ойым бар. Шаруа дегенім жай сылтау ғана. Бәрінен бұрын ағамды сағындым. Бір жыл өтті, бір ғасыр өткендей. Қалай шыдағанымды білмеймін, білдіртпеймін. Бақсы ұқсап сарнап айта берсем сөзімнің сыны кетер. Сарылып сағындым десем, бұлайғы сырт кісіге бір түрлі ерсі көрінер. Тірі адам тіршілігін істейді дейді жұрт, құп-құрғақ мақалдап мәтелдеп. Иә, ол рас. Өлгеннің соңынан өлмек жоқ, ешкім ажалға қарсы тұра алмайды. Адам қимасын қиып тіпті өз қолымен суық жердің қойнына беріп, сосын құдды түк болмағандай күйтін күйбең тіршілігін одан әрі жалғастыра береді. Ықылым заманнан бері осылай, және осылай болады да. Адамзаты мойынсұнған әлі күнге дейін ақиқаттығына күпіршілік келтірмеген бұл тіршілік доңғалағын еш пенде кері айналдырған емес. Уақыт бәрін ұмыттырады дейді, бірақ мен ұмыта алмайтын секілдімін. Тым құрығанда өзім жер басып жүргенде жүрегімдегі мұң мен сырды ешкімде өшіре алмайды, және әлімжеттік жасап тартып та алмайды деп ойлаймын. Біз енді екеуміз қауышпаймыз. Ол ақыл айтпайды, мен еркелемеймін, сырласпаймыз. Тіпті басқасын бұлай қойғанда кәкір-шүкірді айтып та жай сөйлеспейміз де. Бір-біріміздің дидарымызды көргеніміздің өзі неге тұрады тәйірі? Мен мұны ешқандай мерекеге айырбастамас едім. Мені бұлай сағындырып қойғанның сыры неде деп ойлаймын. Тірі кезінде көп пенделердің бірі құсап көңілімді суындырып титтей көлеңкесін түсірмеді-ау. Қаймана қазақтан естіген өкпе қақпамды неге мен оның дауызынан естімедім? Неге ол сонша мінсіз мүлтіксіз болды? Неге тым биік, тым таза қып жаратты? Тым жақсы болуды ауыр ғой. Адам жанында темір емес. Бұған кісінің кісісі шыдайды, мұны кісінің кісісі көтереді. Қалай қадірін білмегем, қалай бағаламағанмын. Кім білет, інілігімді арқаланып, ағам бәрін көтереді, ағам бәрін кешіреді деп зәуде бір қабағына кірбең түсіріп, көңіліне қаяуда салдым ба? Әрі інілігіңді істеген жақсылығың секілді орынсыз міндет қылатын әдетіміз қандай жаман еді. Бірақ сен бүйттің, сен өйттің деген сөзін өмірі құлағым шалмапты, айтпапты. Менің осыншалықты бетіне жел болып тимейтіндей періште болуы мүмкін емес. Сырым белгілі ғой. Бойымда бір кісіге жетерлік кемшілігім мен кежірлігім бар екенін өзім жақсы білемін. Сонда ол менен мысқылдай нұқсан таппағаны ма? Жоқ. Білсе де білмеген, көрсе де көрмеген, ессіз ағалық сезім. Шай деуге аузы бармаған, иша дегісі келмеген. Мәрттік, ірілік. Сөз жоқ, ол мені көзсіз жақсы көрді. Ол менің әрбір қадамыма қызықты, әрбір ісіме тәнті болды, әрбір сөзіме құдайдай сенді.
Бұл не қылған өлшеусіз есепсіз сүйіспеншілік деп айран асырмын. Кейде мені өзінің туған қарғаларынан да гөрі асыра артық көрді деп ойлаймын. Екеуміздің жүздесуіміз тұтас бір қиял ғажайып оқиға тұғын. Әлде бір шаруасымен ауданға келген сайын маған телефон соғады. Міндетті түрде 1 сағат, жарым сағат сөйлеседі. Жай күйімді тәптіштеп бүге шігесіне дейін сұрайды. Өзіңді арқа тұтамыз, мақтаншанаймыз деп тұрып, сөзінің арасында байқамай бала құсатып, қарның тоқ па, киімің бүтін бе, тиын тебеннен тарығып жүрген жоқсың ба деп қалады. Демалысқа қашан шығасың, ауылға қашан келесің, келетін күніңді айтып, пәленшенің үйіне телефон шал, ол маған дереу хабар береді. Өзім келіп алып кетемін дейді. Мен сонша жерден ауыл мен ауданның арасы аттай 100 шақырым, елсіз дала. Несіне әуре боласың, өзім-ақ барамын ғой деймін. Ол мені ренжітіп алмайын деп жаймен сипақтата уәжін айтады. Сен секілденім көп емес. Біздің тұқымнан шыққан көнтерлі, үлкен жерде жүрген адам өзің ғана. Бізге сенің атыңның өзі мәртебе. Мен тағы да қайран болам. Мені неге сонша әулие қылады? Не ерекшелігім, ала бөлек қандай қасиетім бар түсінбеймін. Қайта өз әулие емес пе, соны неге білмейді? Ол қалааралық телефонның әр минуты удай ақша екенімен жұмысы жоқ. Жай барақат далада әңгімелесіп тұрғандай сөзді әрден қозғайды. Әкеміздің өзі де түк қызық көрмей, әрі бізді де әлі бұлыққа жеткізе алмай, ерте дүниеден қайтып, тұрмыстың тауқыметінен қолын алысқа сермей алмағанын, техникум ғана бітіргенін, баланың үлкен болғасын тіршіліктің салмағы толайым өзіне түскенін де, бұған ешқандай өкінбейтіндігін, өмірінің босқа өтпегендігін, ерте есейгендігін, шешемізді өле-өлгенше ешкімнен кем қылмай асырап баққандығын, інілері мен қарындастарын ел қатарлы оқытып шоқытқандығын, бірақ кей кезде көкірегінде әлде бір армандардың өліп қалғандығын, соған әнтек көңілі қыжылдайтындығын айтады. Шешеміздің көзі жоқ деп ойламасын, далаға келгендей сезімде болмасын дейме, әйтеуір ханды күткендей шала білінеді. Мен өзі айтқандай демалысқа шығарда алдын ала келетін күнімді айтып телефон соғамын. Ол дәл уақытында вагонның аузында тұрады. Сағынышын басып құшағына ұзақ қысады. Құдды шешем құсап көзіне жас алады. Шапағатымен осындай күнге жеткізіп дидарластырған Алла тағалаға мың қата алғысын айтады. Сосын вокзалдың алдынан үнемі өзі мініп жүретін ферманың ескі уазигіне отырамыз. Әңгіме дүкенмен ұзақ жолдың қалай өте шыққанын білмей қаламыз. Ауылдың топырағына табанымыз тигеннен қой сойылады, қазан көтеріледі, ағыл-тегіл дастархан жайылады. Көрші қолаң, ағайын тума түгел жиналады. Бір сөзбен айтқанда той жоқта той. Бәрі мәз, бәрі қарқарези. Жұмағыл секілді қу тілді нағашыларым, әй сен өстіп күнде келіп тұрсаңшы дейді. Ертесіне молданы жанымызға алып, әке мен шешемнің 4 құлағының басына барып, Құран оқытамыз. Сосын жас-жасымен, жол жөнімен үлкен кісілерге сәлем беріп шығамыз. Ағайындардың қуанышына құтты болсын, өлім жетіміне көңіл айтамыз. Үйде күнде қонақ, мен де күнде бір үйде қонақпын. Қымыз, шұбат, айран үзілмейді. Ағам ауылдың айналасындағы сексеуіл тоғайларын шарлап жеңсік ас деп 40 ауыл қоян атып әкеледі. Қызыл құя құмның ішінде өңің түгілі түсіңі кірмейтін әлде бір жақтан сары сазан алдырады. Пәлегінен таңдап жаңа үзілген балшырын татыған қауынның неше атасы жыртылып айырылады. Кетер кеткенімше дидарынан нұр төгіліп ән салып жүреді. Ештеңеге қабақ шытпайды, ешкімнің мәселесін қайтармайды. Көңілі қатты қалған кісілердің күнәсін де кешеді. Менің құрметіне бәріне рақымшылық жасайды. Әкем де дәл бұлай еміренбейтін шығар. Әсіресе мына бір сәт. Азанда жұрт ұйқыда жатқанда менің төсегіме келіп әлдене деп ішінен үнсіз күбірлеп, маңдайымнан иіскейді. Бәрін сезіп жатамын. Әлде бір қимас сезіммен бетіме ұзақ қарап тұрады. Ағам қайтарымда тағы бір той жасайды. Келінге деп, балаларға деп, көршілеріңе деп, жолдас жораларыңа деп бас-басына базарлық атайды. Біз ауылдамыз, шарамыз жеңіл. Сендер қаладасыңдар ғой, суды да сатып алып ішесіңдер деп, бала шағасының аузынан жырып қалтама азын аулақ тиын тебенде салады. Тіптің қайсыз, мені әлі де студент көреме. Әйтпесе мен де бір кісідей жұмыс істеймін ғой, бала шаға асырап отырмын. Кетер кезде пойызға өз қолымен шығарып салады. Әкем істеген жақсылық, сый құрметті. Жылдағы әдетінен жаңылмай былтырда сөйтті, бірақ көңілі қатты бұзылды. Сөзінің арасында елеусіздеу қып, жүрегі құрғырының оқта-текте бұрын соңды жоқ әдет шығарып, шаншып қоятынын айтты. Әлде неге күйінді. Ферма тараған, адамдардың күйі кеткен. Қайсы біреулері тіпті қайыр сұрай бастаған. Ең жаманы, жұртта баяғыдай үлкен мақсат жоқ. Әйтеуір қарын тойдырса болды.
осы жаныма батат деді. Менімен қоштасып жанарын сүрткілеп тұрды да бір кезде әлдене оқыс есіне түскендей пойыздың соңынан жүрегін ұстап ентіге жүгірді. Пойыз ұзай берді. Мен шошып кеттім. Не айтқысы келді екен? Мен дүдамал суық сұрақпен кете бардым. Осы жолы неге екені белгісіз әңгімеміз баяғыдай өбіспеді. Ағам менен сырғақтап өзіне өзі оңашаланып тұйықтала берді. Ашылып ештеңе демеді. Ағама не болған деп сұрадым жеңгемнен. Ол күмілжіді. Білмеймін, соңғы кездері бір түрлі осындай. Ештеңеге хошы жоқ. Шаршап жүрме, жүрегім дейді, балаларын, бауырларын көп ойлайды. Заман болса мынау баяғыдай қызметі де жоқ. Ел құсап қапшықтасып базарда сауда жасағысы келмейді, намыс көреді. Кісінің қадір қасиеті жоқ. Айтеке деп алдынан кесе өтпей, құрақ ұшып тұратын баяғы кісілердің кейбірі бірде сәлемін береді, бірде бермейді. Бар өнері төргі бөлмеге кіріп алады да ертегі оқиды. Үйдегі бүкіл ертегі кітапты тауысты. Мен 2 айдан соң қаралы хабар алдым. Ағамнан айырылып қалдым. Мен енді ауылда ешкім іздемейтіндей. Ағам көз жұмған соң маған ауыл ел әлде бір қиырға көшіп кетіп, қаңырап бос қалған секілді болып көрінеді. Барғым келмейді. Айдалада қалғандай кімге барамын, қайда барамын деймін таусылып күрсініп. Құдайға шүкір 2 інім қарындасым тұрады. Ағайын туысқан бар, бірақ бәрі жабылып ағамның орнын толтыра алмайтын секілді. Оның маған деген көңілі, ықыласы мүлде бөлек еді ғой. Інілеріне көз қырын сала жүрсін деп айтып кетіпті. Мен дәл ондай болмаспын, дәл оның орнын айырбастай алмаспын, бірақ шамам келгенше ағалық жасармын, тырысармын, бірақ маған кім көз қырын салады? Кім менің маңдайымнан сипайды? Кім менің жанымды түсінеді? Мен енді ғана нағыз жетім болып қалған секілдімін. Ертең ауылға барғанда молданы жаныма ертпей-ақ ағамның басына өзім Құран оқығым келеді. Молда менің жүрегімдегіні дәл өзімдей сезінер дейсің бе? Тебіренбей, толғанбай, мұңданбай, ойланбай, мүдірмей, жаңылмай, жақсылап, мәнерлеп, майын тамыза оқып берер. Ал менің оқитын Құраным басқаша ғой. Мүлде басқа. Оны өзім ғана түсінемін. Ағам ғана түсінеді. Бірақ жаттай алатын емеспін. Көңілім бұзылып, кірпігім дымқылдана береді. Бір түрлі жар басында жалғыз қалған адамдай жаным құлазыды, басым зеңді. Бойымды сергітейін деп далаға шықтым. Сыртта боран ұлып тұр. Алай-түлей ақ түтек әппақ өрді. Үстімде ағамның қалың қара тоны. Жеңгеме, суық жақта жүр ғой, жағдайы жұқа еді. Көкірегін жел құздан қорғасын, ініме беріңдер деп аманат етіп қалдырыпты. Мен өзі жоқ болғанымен әлі де ағамның қамқорлығын сезініп тұрмын. Адам осылай да шексіз жақсылық жасайды екен-ау деп қайран қаламын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад.